Математика пәні сабақтың тақырыбы 4 санына көбейту және бөлу кестесін құрастыру. 80-ші сабақ. Бүгінгі сабақта 4-ке көбейту және бөлу кестесін құрастыруды үйренеміз. Бүгін біз 4 санына көбейту және бөлуді үйренеміз. Бұл қандай өсімдіктің жапырағы? Дұрыс, бұл жоңышқаның жапырағы. Жоңышқада неше жапырақша бар екен? Санап көрейік. Дұрыс, 4. Егер 4-тен 1 рет алсақ, 4 болады. Егер 4-тен 2 рет алсақ, онда 8 шығады. 4-тен 3 рет алсақ, 12 болады. 4-тен 4 рет алсақ, 16 шығады. 4-тен 5 рет алсақ, 20 болады. 4-ті 6-ға көбейтсек, 24 шығады. 4-тен 7 рет алсақ, 28 болады. 4-тен 8 рет алсақ, 32. 4-тен 9 рет алсақ, 36 шығады. 4-тен 10 рет алсақ, 40 болады. Есіңде сақта. Бұл 4-тің көбейту кестесі. Көбейту амалына бөлу амалы кері амал екенін біз білеміз. Ендеше санды 4-ке бөлу кестесін құрып көрейік. 4-ті 1-ге көбейтсе 4. Ендеше 4-ті 4-ке бөлсе. Қалай ойлайсың, неше шығады? Дұрыс, 1. 4-ті 2-ге көбейтсе, тең 8. Ендеше 8-ді 4-ке бөлсе, тең 2 болады. 4-ті 3-ке көбейтсе, тең 12. Ендеше 12-ні 4-ке бөлсе, тең 3 болады. Бұл санды 4-ке бөлудің кестесі. Есіңде сақта. Дәптерге бүгінгі күнді жазамыз. Номер 3, 37-ші бет. Есептерді шығар. А және Ә есебін ғана шығарамыз. Номер 4, 37-ші бет. Салыстыр.